Тараз қаласында Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Жапар Сауырғалиевті еске алуға арналған футбол турнирі мәресіне жетті. 5 күнге созылған жарысқа Қазақстанның 13 өңірінен келген барлығы 24 командадан 400-ге жуық спортшы қатысты. Атақты спорт шебері болған Қазақстанда балалар футболын дамытуға ерекше атсалысқан Жапар Сауырғалиевті еске алуға арналған республикалық турнирдің жыл өткен сайын ауқымы да кеңейіп келеді. Биыл бұл турнир Тараз футбол клубының қолдауымен өтіп отыр. Жарыстың жабылу салтанатына Тараз футбол клубының директоры Қанат Мұсатаев пен Жапар Сауырғалиевтің зайыбы, туған туыстары мен спорт ардагерлері қатысты. Турнир қорытындысы бойынша 2006 жылғы балалардан құралған командалар арасында бірінші орын Тараз 1 командасына, екінші орын Атырау командасына бұйырса, үшінші орынды Оқжетпес командасына бұйырды. 2007 жылы туған балалардан құралған командалар арасында бірінші орын Ақтөбе, екінші орын Ордабасы, үшінші орынды Үздюшор командасы қанағат тұтты. Ал 2008 жылы туған балалардан құралған командаларда бірінші орын Тараз 1, екінші орын Каспий, ал үшінші орынды Тараздық ұлан командасының жастары еншіледі. Барлық қатысушылар мен олардың бапкерлері бағалы сыйлықтар мен мақтау қағаздарын алды. Медальдар мен кубоктар табыс етілді. Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген жаттықтырушы Сауырғалиев Жапар Сүлейменұлына 24 команда қатысты. Ол жалғыз біздің регионнан емес, Жамбыл облысынан емес, бүкіл облыстан келді. Ол Атырау, Ақтау, Астана сояқтан келіп, 13 команда басқа Қазақстан несінен келді. Қазақстанның басқа облыстарынан. Бүгінгі жалпы турнир жақсы өттік деп ойлаймыз. Жастардың футболға үйренуге соның бір себебі осы Сауырғалиев Жапар Сүлейменовичтің осы турниріне сол үлгі болсын деп, соны осы жылда дәстүрлі өткізіп жатырмыз. Әзірге арнамызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Мәліметтерді Тараз TV.kz сайтынан көре аласыздар. Кешкі жаңалықтарда жүздескенше.